Ассалаумалейкум. Бүгін сіздермен бірге осындай автоматты петля тігетін лапканың түрімен танысатын боламыз. Сіздермен бірге шебер Перизат. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қыздар, егер де сіздің машинкаңыз автоматты петля тігетін болса, сіздердің машинкаларыңызда сатып алған кезде комплектіде осындай лапка міндетті түрде болады. Ал егер де сіздің машинкаңыз полуавтомат петля тігетін болса, ол кезде ол құрал кішкене басқаша болады. Егер де сіздер осындай құралыңыз бар болатын болса, және де оны қалай қолдануды білмей жүрген болсаңыздар, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Видео сіздерге пайдалы болары анық. Бұл құрал қолдануға өте оп-оңай. Яғни сіз петля тігуге өте қатты қиналатын болсаңыз, бұл сіздің түймеңізге, түймеңіздің размеріне қарай өзі автоматты түрде петля тігіп беретін осындай құрал. Бұның максимальный түймені қабылдайтын орны 3 сантиметр. Ал сіз осы жерге өзіңіздің түймеңізді 3 сантиметрге дейінгі түймелерді осылай қойып, осылай бекітіп, одан кейін барып тіге аласыздар. Ал енді мен қазір сіздерге кішкентай түймені тігіп көрсететін боламын. Түймемізді қойып аламыз. Және де осыны жай жылы итерген кезімізде ол мына екі, міне көрдіңіздер ме, осы екі аралыққа түймеміз жақсылап бекітіліп, қыстырылып қалатын болады. Енді лапкамызды ауыстырайық. Лапканы ауыстырмай тұрып, біз мынау машинканың қадамын өзінің осындай петля тігетін белгісі болады. Барлық машинкаларда болу керек. Осы жерге қойып аламыз. Және де мына жерде петля тігетін белгі болады. Осыған қоямыз. Ал мына розет дегеннің не үшін керек екендігін қазір сабақтың барысында түсіндіретін боламын. Лапканы ауыстыру үшін біздің машинкамыздың артында мынандай кішкентай темір болады. Сіздерге көрсетіп жіберейін. Міне мынау темір. Осы қозғалу арқылы біз лапкамызды кез келген лапканы ауыстыра аламыз. Осыны бір басқан кезде біздің лапкамыз түсіп қалады, негізгі тігін. Соның орнына біз дәл осылай қоямыз. Мына түймеміз арт жағында тұру керек. Ал мына жерге осы біздің лапкамызды мына жерге табанын кигізуге арналған темір. Жаңағы арт жағында рычагты кішкене тартамыз. Темірді мінекей біздің петля тігетін лапкамыз киілді. Енді мына жерде тағы бір қосымша мынандай не бар, осыны түсіріп қою керек міндетті түрде. Ұмытып кетпеңіздер. Автоматты петля тігетін кезде осыны түсіріп қою керек. Бұл міне екі аралықта тұру керек. Осы екеуінің ортасында тұрады бұл. Ал енді бисмилля. Мысалы, біздің түймеміз мына жерге тігіледі делік. Ол кезде көбінесе біздің қазір петлямыз артқа қарай жүреді, лапкамыз. Сондықтан осылай белгілеп аламыз. Енді бізде қазір лапкамыздың бас жағы. Бұл керек, осындай бормен сызып алып, одан кейін барып осыны орнатсаңыздар да болады. Неке өзінің орнына бастапқы қалпына келген кезде уже тоқтайды.
инемізді көтереміз. Мінекей біздің автомат петлямыз дайын. Егерде сізге дәл осындай тағы да басқа петлялар тігу керек болатын болса, ол кезде біз жаңағы резет дегенді бір рет артқа қарай басамыз. Көрдіңіздер ме? Дауыс естілді, тық деген. Енді осыны қайтадан қалпына келтіреміз. Тағы да дәл осылай басқа петляларымызды тігіп ала береміз. Енді мына артындағы жіптер сөтініп кетпесін десеңіздер, қаласаңыздар бұны былай бір-біріне түйіндеп қойсаңыздар болады. Қаласаңыздар қиып тастасаңыздар да болады. Енді бұны осы петляларымызды тесетін кезде мынандай бір лайфхак бар. Көбінесе былай тесеміз ғой кіргізіп. Сол кезде қатты былай күшпен итерген кезде мына жерді біз жыртып өтіп кетеміз. Сондай болмау үшін мынандай булавка аламыз, ине кәдімгі соны осылай кіргізіп қоямыз. Сөйтемізді мына басынан жыртылып кетпейді. Бұны арт жағынан шамалы бетсеңіздер, мына жалбыраған жіптері шығады. Осыларды кейін қиып тастаймыз. Мінекей біздің петляларымыз дайын. Өте оп-оңай, өз автоматты түрде машинкамыз қандай иненің қандай түйменің өлшемі қандай болса, сондай өлшемге лайықтап өзі тігіп береді. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар, өйткені сіздерде алдағы уақытта тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен бірге шебер перизат. Келесі видеоларда жолыққанша аман болыңыздар.